араптардың су астында қалуы туралы айтайыншы. Байқадыңдар ма көбісін? Қазір көбісінің прямой эфиріне кірсең, көбісі жазат астында ше, приди в исламға десе, еще ағылшыншасын жазып қояды, айтады біреулер, Аллам кешіре көр, күнәларымды анау мынау. Енді солар араптардың су алуына байланысты. Өйткені енді елдер ойлайды ғой, ойбай масқара, араптарды су алды, өмір бақи шөл жерді су басқан екен, болды, тынды, ақыр заман белгісі келді, ойбай дайындалыңдар, дұғаларыңды жасаңдар, бұл соңы бітті деп. Достар, мен дәл осы араптардың судың астында қалуы туралы теманы зерттедім. Қазір сіздерге жауабын берем. Неге ол жерде су алды, сіздер соны толықтай білетін боласыздар. Ендеше мен бастаймын. Кетті. 2015 жылы Арабияға туристердің келуі төмендеп кетеді. Сөйтіп араптар ойланады. Жігіттер, біз деген искусственный ағаш отырғызу, даже ағашты даталау отырғызамыз, оны мүсін қып, самолет мүсін қып отырғыза аламыз. Керек болса біз жоқ жерден остров аштық қой, айналайын, островты қолдан істей аламыз дейді. Біз неужели ысайып тұрған күнге жауын шашынды шақырамаймыз ба, қолдан істеп деп ойланады. Ғалымдарға береді ана жерде. Сендер как-то ойластырыңдар. Біз бәрін не бар, соның бәрін ойластырдық, бірақ қолдан жауын шашын шақыруды біз ойламаппыз. Давайте соны жасап көрейік. 2015 жыл осы проектіні қолға алады да, арадан жылдар өтіріп, 2021 жылда олар не істейді? Дрон ойлап табады. Ол дронның мақсаты жаңағы аспанда, енді Арабияда да бұлттар бар ғой енді. Сол бұлттардың арасына кіреді да, химиялық қоспалары қосылған тоқпен ұрады бұлттарды. Жаңағы электрленген бұлттардан жауын шашын пайда бола бастайды. То есть жаңағы электр қуаты найзағайдың рөлін ойнайды да, сөйтіп қолдан жауын шашын шақырады 2021 жыл. Кәдімгідей құяды оған яқта жауын шашын ше. 5-6 сағат құяды, одан кейін олардың сразу не істейді? Туристердің келуі жайлап көбейе бастайды. Өйткені олар айтады туристерге, еш уайымдамаңдар, бәрі күшті болады. Ысып кетсе де уайымдамаңдар. Біз дамыған мемлекет. Салқын десең салқын болады, ыстық десең ыстық болады, бәрін жасап береміз дейді. Сөйтіп туристер келеді, аналар қолдана бастайды. 2015 жылы сейсмологтар айтады, ескертеді, араптар сендер үйтіп жасамаңдар. Басқа жерде жасамайды. Ертең климаттық түрде апатқа алып келуі мүмкін. Олар айтады, ешқандай нормальный 5-6 сағат жауады, нормально дейді. Не болды жақында? Арабия судың астында қалды. Сендер ойлап қалмаңдар, ойбай, бір мұхит 30 метр кинодағыдай тасып бейт, Арабияны алып кетіп, араптар деген судың астында бейті, масқара бейтіп атыр екенде. Жоқ, жаңа дрон бар, тоқта ұрмай ма? Енді бұлар жыл сайын жаңарады ғой, күштірек дронды алғанда, найзағайды ұрған кезде жаңағы жауын шашын болғанда 5-6 емес, 5-6 күн бір апталап жабады ғой. Ойласай, күнде 24 сағат тоқтамай жаңбыр құйып атыр, ойлаш. Тоқтамай, конечно, потоп болады. Бүкіл жерді су алады ғой, айналайын. Сендер ойламаңдар бір, ойбай, масқара бір жерден су келіп алып кетті. Араптар өздеріне өздері жасап отыр ғой бұны. Сондықтан да ақыр заман келді, деп шулаудың қажеті жоқ. Бұл мүмкін араптарға берген Құдайдың қаһары шығар, мен ісіме не араласасыңдар деген. Бірақ бұл бүкіл әлем жазаланды деген сөз емес. Сондықтан да ақыр заманның келу келмеуін бір Алла біледі, достар. Үйтіп комментарийге ақыр заман келді деп жазуды тоқтатыңдар. A few moments later.